Белгілі ақын Нәсіпбек Айтулы қайтыс болды. Ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Нәсіпбек Айтулы қайтыс болды. Бұл туралы Қазақстан Жазушылар одағының Астана қаласы филиалының директоры ақын Дәулеткерей Кәпұлы хабарлады. Қош, не сағам, қазақ поэзиясының бәйтерегі құлады, деп жазды ақын. Нәсіпбек Айтулы 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аумағында туған. Ақын еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде бастады. 1974 жылы Қазақстан мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 2001 жылдан бастап Астана қаласына қоныс аударып, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде президент жанындағы мәдениет орталығында қызмет істеген. Соңғы қызметі Астана қаласындағы Сейфуллин атындағы музей директоры. Белгілі ақынның соңғы сұхбаттарының бірін Халық үні тілшісіне берген еді. Сұхбат барысында Нәсіпбек Айтулы оңтүстіктегі халықты солтүстікке көшіру, Өмірзақ Шәкеевтің орындамаған уәдесі, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи қателігі мен көрші елдердегі соғыстың елімізге тигізер залалы жайында әңгімелер еді.